Сәлем баршаңызға. Бүгінгі пирогтың рецепт өте жеңіл шығады. Весы қолданбаймыз, тек қасықпен, пиаламен өлшеп қолданатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге қажеті 4 жұмыртқа және 150 грамм қант. Бір пиала 200-250 грамм болады. Міне осының жартысы 150 грамм деп есептейміз. Және оны жақсылап араластырамыз. Қант ерігенге дейін. Және бір үлкен қасықпен кез келген қаймақты қосамыз. 6 үлкен қасық сұйық май және жақсылап араластырамыз. Және 3 үлкен қасық манник, яғни манная крупа. «200 грамм ұн. Жақсылап араластырамыз. Формаға құйып, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламын. Дайындалу өте тез, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған пирогты кез келген түрде оформление жасасаңыз болады. Менде ол карамельді сұйықтау жасадым және оны құямын. Сонда пропитка сияқты болады. Жалпы пирогтың өзі влажный, өте нәзік шыққан, сухой емес. Және оның үстіне кокосовые стружки септім. Міне біздің пирогымыз дайын. Сізде қалай шықты? Комментарияға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.